Сәлеметсіздер ме 3-ші сынып білім алушылары? Қазір бізде қазақ тіл сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы негізгі және туынды етістік. Сабақ мақсаты: негізгі және туынды етістіктерді тауып, ажыратуды үйренесің. Ай мектеп. Мен мектептен келдім. Вики, бүгін саған не үйрететінді білсең ғой. Білгің келіп бара ма? Қазір. Ол үшін сен менің сөмкемді аш. Жарайсың. Енді оның ішіндегі дорбаны ал. Дұрыс. Маған бер. Өзің отыр. Тақтаға қара. Қара. Аш, ал, бер, отыр, қара. Бұлардың бәрі етістік деп аталады. Себебі олар қимылды, іс-әрекетті білдіреді. Етістіктің сұрақтарын білесің бе? Иә, дұрыс. Не істеді? Не қылды? Қайтты деп айтқың келді ғой. Жақсы. Менің мына жазғандарымның бәрі де түбір етістіктер. Яғни бұл сөздер түбір күйінде қимылды, іс-әрекетті білдіріп, не істеді деген сұраққа жауап береді. Бұларды негізгі етістіктер деп атаймыз. Кел, мына түбірлер мен жұрнақтардан туынды етістіктер жасайық. Туынды етістіктер. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалады. Мысалы, ой деген зат есім. Оған ла жұрнағы жалғанғанда, ойла деген туынды етістік пайда болады. Мынау шеге. Оған ле жұрнағын жалғасақ, шегеле деген туынды етістік жасауға болады. Сондай-ақ би, биле. Арқа, арқала. Арман, арманда. Баға, бағала деген туынды етістіктерге айналады. Вики, қандай туынды етістік құрастырғансың? Аяқта. Тамақтанайық. Ақылыңнан сенің. Қарның ашты ма? Жүр, тамақтанамыз. Қайталайық. Негізгі және туынды етістіктер. Етістік негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Түбір сөзден болған етістіктерді негізгі етістіктер дейміз. Мысалы, аш, ал, бер, отыр, қара. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған етістіктер туынды етістіктер деп аталады. Мысалы, шегеле, биле, арқала, арманда, бағала. Дәптерімізді ашып, бүгінгі айқынды жазайық.
15 ақпан сынып жұмысы. Оқулығымыздың 51 бетінде 20 жаттығуға назар аударайық. Мәтінді оқы. Балалар, қазір мәтінді мұқият дауыстап оқып шығыңыздар. Келесі сұрақтарға ауызша түрде маған жауап бересіздер. Қажымақан Мұңайтпасов кім? Ол спорттық жолын қайда бастады? Қай мемлекеттерде өткен белдесулердің жеңімпазы болды? Қажымұқан қандай медальдарға ие болды? Оның әлемге танымал болуының сыры неде? Келесі тапсырма 20 жаттығу деп дәптерге жазамыз. Мәтіннен етістіктерді тауып, негізгі етістіктерді бір бағанға, туынды етістіктерді екінші бағанға теріп жаза қойыңыздар. 21 жаттығу. Берілген зат есімдерден туынды етістік жасап жаз. Кезек, жыр, ой, шеге, би, тұз. Міне сіздерде зат есім берілген. Осы зат есімдерден етістік жасай қойыңыздар. Мысалы, кезек, кезектес, жыр, жырла. 23 жаттығу. Төмендегі үлгіні басшылыққа алып, сөздердің туынды етістік екенін дәлелдеп, ол үшін бұл сөздерді дәптерге көшіріп аламыз. Сосын сөздерді сөз құрамына талдайсыздар, яғни түбір мен жұрнақ жалғауын ажыратамыз. Сызғышпен әдемілеп сызатын болыңыздар. Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы. Бірінші тапсырмада негізгі туынды етістікті қатыстырып, сызба нұсқа бойынша сөйлем құрастырасыздар. Екінші тапсырмада етістіктерді қатыстырып, сөйлем құрастырып жазасыздар. Сіздерде 3 сурет берілген, демек 3 сөйлем шығу керек. Келесі 3-ші тапсырмада сызба бойынша сөздер құрастырып жазасыздар. Сызба сіздерде қасында берілген түбір, жұрнақ, жалғау және түбір мен жалғаудан тұратын. Бірнеше сөздер үтір арқылы жаза қойыңыздар. Үй жұмысына 22-ші жаттығу 52-ші бетте. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.